Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarga sport жаңалыктары videoni boshlamas burun arnaga tirkelib videoga like bosuvdi unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалыктар tek qana bizda bo'ladi. Dmitriy Bivol karyerasin oyoqtau turali ma'lumdama jasadi. Жартылай ауыр салмақта әлемнің absolyut чемпионы Dmitriy Bivol karyerasin 40 жасында аяқтайтынын айтты деп хабарлайды. 34 жастағы боксшы 22 ақпан Сауди Арабиясының астанасы Эр-Риядта Артур Бейтербиевті төршілердің шешімімен жеңіп, қарымтасын алды. Жекпе-жектен кейін қарсыластар трилогия өткізіп, кім мықты екенін нақты анықтайтындарды жоққа шығарымда. Әлі қанша уақыт боксты жүремін деп жоспарлап отырсыз? 40 жасымда өмірімнің жаңа кезеңі бастағым келеді. Басқа салмақта чемпиондық белбеуін жеңіп алған тамаша болар еді. Бірақ енді мұны командамен ақылдасуым қажет, дейді Dmitriy Bivol. WBO Әлемхан ұлының ерекше статусын бермеді себебі айтылды. Бүкіләлемдік бокс ұйымының WBO президенті Густаво Альваре неге орта салмақта Жәнібек Әлемхан ұлының ұйымының супер чемпион мәртебесі берілмегені түсіндірді деп хабарлайды X желісі. Қолданушылары бір ұйым басшысы неге екі белбеу бар WBO IBF Әлемхан ұлы супер чемпион атағы берілмей жатыр деп сұрады. Өйткені супер чемпион мәртебесі титул емес, құқық пен артықшылық белгі бір критерийлерге сай келуді талап етеді. Біздің ереже мен тәртіптердің 14-ші бөліміні қараңыз, құрметпен деп жазыпты Альваре жауап ретінде. WBO супер чемпион мәртебесі алудың басты критерийдің бірі титулды мықты қарсыластарға қарсы кемі 10 рет қорғау екен. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.